Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода өте жұмсақ болып шығатын, сливкисіз ақ дайындалатын вупи пай пирожныйын жасауды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сары май мен шоколадты водяной баняда болмаса микроволновкада ерітіп араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды, какаоымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді таза құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқамызды шағып аламыз да, үстіне шекерімізді салып, шекері ерігенше жақсылап араластырамыз. Ал енді үстіне шоколадты массамызды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызды саламыз. Жақсылап қозғап алдық. Міне осымен біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді мешогымызды дайындап аламыз. Мен вупи пайдың насадкасын пайдаландым. Насадка пайдалану міндетті емес. Мешогымызға қамырымызды құйып дайындап аламыз. Ал енді пергаментіміздің бетіне пирожныйдың формасын келтіріп, қамырымызды видеодағыдай құйып шығамыз. Арасын алшақ етіп құйыңыздар, сол кезде қамыр піскен кезде бір-біріне жабысып қалмайды. Негізі бір жолдың бойына қамырды 3 реттен құйғандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде қамырларыңыз бір-бірлеріне жабыспай әдемі болып піседі. Мен 4 жолдан құйғандықтан сәл арасы жақындап кетті. Ал енді осы қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аласыздар. Біздің креміміз алдын ала дайындалған. Кремнің ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Міне осындай пирожныларымыз дайын болып шықты. Ал енді осындай насадка пайдаланатын боламын. Мешогымызды дайындап алып, ішіне кремімізді салып аламыз. Бұл крем сметанный крем, яғни қаймақты крем. Сливкидан еш айырмашылығы жоқ, өзінің формасын тамаша ұстап тұрады және дәмі де өте тамаша. Ал енді пирожныларымызды жинап шығамыз. Байқасаңыздар, крем формасын әдемі ұстап тұр. Дәл осы насадканы пайдалану міндетті емес. Егер сізде басқа да насадка болса, сонымен жасай берсеңіз болады. Ал егер насадкаңыз тіптен болмаса, құр мешоктың басын кесіп, креміңізді құя берсеңіз де болады. Міне достар, осымен біздің вупи пай пирожныларымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдей берсеңіздер болады. Менің видеом ұнаса, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркеле кетіңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет.